Сәлеметсіңдер ме оқушыларым? Қазақ тіл сабағы 2-ші сынып. Күнделікті сабақтарды үзбей жіберіп алмас үшін каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. 82-ші сабағымыздың тақырыбы сөз құрамы туралы не білдім деп аталады. Бүгінгі сабақта сөздерді сөз құрамына қарай талдауды, сонымен қатар тақырыбына қарап мәтін мазмұнын болжауды үйренеміз. 76-шы жаттығуда тақырыбы бойынша мәтін мазмұнын болжа дейді. Мәтінді тыңда. Тақырыбы ең қымбат байлық деп аталады. Ертеде бір жалқау, о жаратқан ием-ай, жарық дүниеге әкелген соң дәулеті шалқыған бай етіп жаратсаң етті. Ішсем тамаққа, кисем киімге, жарымай жүрген түрім мынау, деп уайымдапты. Оның мұңын естіп қалған бір ақсақал: шырағым, сен андағы екі көзіңді маған сатшы, мен саған қалағаныңша алтын, күміс берейін дейді. Жігіт ашуланып: екі көзден айырылғаннан кейін сіздің алтын, күмісіңіздің керегі қанша дейді. Сонда ақсақал: ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы. Сен сияқты 12 мүшесі түгел адам, бай адам. Оны ешқандай алтынға айырбастап ала алмайсың деген екен. Бұл мәтін әжемнің ертегілері кітабынан алынған болатын. Енді тапсырмаға назар аударамыз. Қарамен жазылған сөздері бар сөйлемді көшіріп жаз. Сөздерді сөз құрамына қарай талдап, белгілермен сызып көрсет. Мәтіндегі қарамен жазылған сөйлем: ендеше адамның ең қымбат байлығы денінің саулығы. Осы сөйлемді әдемілеп дәптерімізге көшіріп жазып аламыз және оны сөз құрамына қарай талдаймыз. Бірінші адамның деген сөзде адам түбіріне жатады. Алның ол жалғауды білдіреді. Келесі байлығы деген сөзде түбірі бай, лық жұрнақты білдіреді, жалғауды білдіреді. Одан кейін денінің деген сөзде ден деген түбірді білдіреді, інің бұл жалғауды білдіреді. Соңғы бізде қарамен жазылған сөз ол саулығы деген сөз. Сау деген түбірді білдіреді, лық жұрнақты білдіреді, ал жалғауды білдіреді. Осылай сөз құрамына қарай талдап, белгілермен сызып көрсетіп шығамыз. Әрі қарай жалғастырамыз. 77-ші жаттығуда ойлан тап деген тапсырма берілген. Алдымен мәтінді оқып аламыз. Жібектің інісі суық тиіп ауырып қалды. Қанша дәрі ішсе де ем болмады. Жібек інісіне қатты жаны ашыды. Сиқырлы дәрі тапсам ғой деп армандады. Дереккөздерден ақпараттар іздеді. Сөйтіп інісіне шипа болатын ем тапты. Ол қандай ем деп ойлайсың? Дәріден басқа тағы қандай ем қолдануға болатынын дереккөздерден ізде дейді. Және мәтіндегі жібектің інісіне қандай ем тапқанын былай болжап көруге болады. Дәріден басқа лимон қосылған шайды ішкізді. Сосын жылы суды да көп ішкізе берді. Ең қажетті витамин ол жақсы көңіл күй, дұрыс тамақтану, таза ауада серуендеу еді. Ыстығы түскеннен кейін жібек інісінің көңіл күйін көтеру үшін түрлі көңілді ойындармен ойнады. Тәбеті ашылып, тамақ жеді. Бұлардың барлығы да денсаулыққа пайдалы. Мінекей оқушылар жібек інісіне дереккөздерден осындай ақпаратты тауып, оны інісіне қолданды. 78-ші жаттығуда жұмбақты оқып шешуін тап деген тапсырма берілген. 32 мықты қас қатар боп шықты. 16-сы асты, 16-сы үсті. Мұның шешуі тіс. Себебі біздің тісіміздің барлығы 32 тістен тұрады. Сондықтан 32 мықты деген осы тіс жайлы айтылған. Бұл жұмбақтың авторы Ескен Елубай. Енді тапсырмаға назар аударамыз. Шешуіндегі сөзге қосымшаның бірін жалғап жаз. Дәлелде. Қосымшаның екі түрі жұрнақты да жалғауды да жалғап дәлелдеп көрсетеміз. Бірінші тіс, тер. Тер жалғау болып тұр, себебі сөз бен сөзді байланыстырып тұрған қосымшаны жалғау деп айтамыз. Бұл жерде тер деген көптік мағынада білдіріп, сөз бен сөзді байланыстырып тұр. Келесі тіс, теу. Теу деген жұрнақ болып тұр, себебі сөз мағынасын өзгертетін қосымшаны жұрнақ дейміз. Тіс деген зат есімге жатса, тістеу деген етістікті білдіреді. Яғни теу қосымшасы жұрнақты білдіреді. Келесі шығармашылық үзіліс. 79-ші жаттығуда коньки теуіп жүріп байқамай бір қызды қағып кеттің.
Ол құлап қалды. Осындай жағдайда сен не істер едің дейді. Суретте ер бала қыз баланы байқамай қағып кетті. Ал қыз бала бұл жерде құлап қалған, иә? Осындай жағдайда сен не істер едің дейді. Бірінші, кешір дейсің де кете бересің. Екінші, қыздың тұруына көмектесесің, оның өзін қалай сезінетінін сұрайсың және кешірім өтінесің. Үшінші нұсқасы, мен әдейі істеген жоқпын деп әрі қарай кете бересің. Бұл жерде дұрыс нұсқасы, қыздың тұруына көмектесесің, оның өзін қалай сезінетінін сұрайсың және кешірім өтінесің. Мінекей оқушылар, коньки теуіп жүргенде осындай жағдайға кезіксеңдер, осылай жасаған дұрыс болады. Ал енді оқушылар, осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер де сабақ ұнаған болса, каналға міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.